Теректі ауданында өткен жылы ауыл шаруашылығы саласында 12 миллиард 31 миллион теңгенің өнімі өндірілді. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бағытында 60 жоба жүзеге асырылды. Аймақ бойынша 79 шаруа қожалығының 478 егіс алқабы электронды картаға енгізілді. Тартылған инвестиция көлемі 2018 жылы 4 миллиард 387 миллион теңгені құрады. 2017 жылы 18 елді мекенді таза ауыз сумен қамтамасыз етуге 778 миллион 895 мың бөлінген. Бүгінде аудан халқының 55% таза ауыз суды тұтынуда. Ұзынкөл, Жаңаөмір ауылдарына су құбырын тарту жұмыстары басталды. Өңірдегі 52 елді мекеннің 33-і газдандырылған. Өлкенің көгілдір отынға қосылу көрсеткіші 63%-ға жетті. Тұрғын үй құрылысы қарқынды. Баспана салуға тартылған инвестиция көлемі 796,5 миллион теңгені құрады. Өткен жылы 16 үй пайдалануға берілді. Осыдан 2 жыл бұрын ауылішілік жолдарды жөндеуге жергілікті бюджеттен 53 миллион теңге бөлінді. Өткен жылы күрделі жөндеу жүргізуге 73 миллион 483 мың теңге бөлінді. 9 жолдың торабында орналасқан Подсёпный елді мекенінде 70 орындық жеке балабақша мен бір мейрамхана ашылды. Жұртшылықтың жағдайын жақсарту мақсатында бірнеше әлеуметтік жоба қолға алынды. Нәтижелі жұмыспен қамту мемлекеттік бағдарламасы аясында 1026 адам жұмысқа орналасты. Бастау бизнес жобасы аясында 70 адам несие алып өз істерін бастады. 4 кәсіпкер грантқа ие болды. Индустрияландыру күні аясында елбасы алтын сапа және парыз сыйлықтарының жеңімпаздарын марапаттаған болатын. Сол салтанатты шарада Теректі ауданы еліміздегі бизнес жүргізуге ең қолайлы аймақ ретінде арнайы сыйлыққа ие болды. Өткен жылы 22 жас маман тұрақты жұмысқа орналасса, осы жылы 28 адам еңбекке араласты. Рухани жаңғыру табысты ел болуымыздың кепілі. Былтыр меценаттардың демеушілігімен 19 жоба іске асырылды. Солардың бірі Сармат дәуірінен сыр шертетін Тақсай ханшайымы кесенесінің салынуы. Жалпы аудан бойынша былтыр 1467 мәдени іс-шара өткізілді. Ақжайықтың Інжу маржанына айналған Шалқар көлі жағасында республикалық шалқар толқыны байқауы өтті. Бүгінге дейін жасалған жұмыс көп, алда тұрған жоспарлар да жетерлік. Жайықтағы жарқын істер алдағы уақытта да жалғасын таба бермек.